Арыстан мен түлкі. Арыстан қартайды, аңдарды бұрынғысындай аулай алмайтындай болды. Енді аңдарды айлаумен аулағысы келді. Өзі үңгірге жатты да, аурумын, жүруге әлім жоқ деп барлық аңдарға хабар таратты. Аңдар бір-бірлеп арыстанның халін білуге келеді. Арыстан аңдарды біреуін де қайтармайды. Бәрі де арыстанға жем болады. Бір күні түлкі келеді. Ол үңгірден алысырақ тұрды да, «Қалыңыз қалай, тақсыр?» деп көңілін сұрады. «Халым нашар, неге жақынырақ келмейсің? Беререк кел, түлкіжан. Бір ауыз сөйлесейік», деді арыстан. Түлкі: «Мен саған жақын барар едім-ау, бірақ саған кірген із бар да, шыққан із жоқ» деп жүгіріп кетіпті.